Сәлем оқушы, бүгін біз сенімен ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселік деген тақырыптарды қарастырамыз. Ең үлкен ортақ бөлгіш деген нәрсеге бірінші түсініктеме берейік. Біз жалпы бөлгіш деген не екенін білеміз, ол жаңағы баласы, яғни саннан кіші сан. Мысалы бір екі санды алайық, 12 мен 16. Енді осы екеуінің 12-нің бөлгіштерін жазып шығатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 6, 12. 16-ны жазып шығатын болсақ, 1, 2, 4, 8, 16. Енді осы жерде осы екі санның ортақ деген сөз бар ғой. Демек, бұл жерде 2 сан, 3 сан, кем дегенде 2 сан болу керек. Ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін. Енді осы екі санның ортақ бөлгіштері қандай? Екеуінде де бар. Ол 2 мен 4. Енді ортақ бөлгіштерін таптық. Бізге керегі ең үлкені. Ең үлкен деген осы. Яғни бөлгіштердің ішіндегі 2 мен 4 қайсысы үлкен? 4 бізде үлкені болады. Түсінікті, Енді мысалы тағы бір сандар көрейік. 30 мен 50-ді көрейік, 30-дың жаңағы бөлгіштері негізі бірді ол жерге қоймасақ та болады. Негізі өйткені біз енді бірге любой кез келген сан бөліне береді ғой, Сондықтан да 30-дікін жазатын болсақ, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 50-дікін жазатын болсақ, 2, 5, 10, 25, 50. Және де екеуіне де ортақ, ол 2 бар, 5 бар және 10 бар. Осы жерде ең үлкен ортақ бөлгіші ол 10 болады. 30-ға да 50-ге де бөлінетін, осыларға бөлінетін сандардың ішінде, яғни кіші сан ғой. Бірақ енді бұл жерде ең үлкен деген сөз тұр да. Осыған байланысты балалар көп шатастырады. Үлкен сандарды іздеп кетеді. Ол жерде ең үлкен деген балаларының ішіндегі ең үлкені керек. Екі санның балаларының, яғни бөлгіштерінің ішіндегі ең үлкені. Мықты математик болып есептердің оңай шығару жолдарын үйренгің келсе, каналға жазылуды ұмытпа. Және бұл есепті достарыңа жібер. Пікір жазсаң, вообще тигр боласың. 12-ні 2-ке бөлеміз 6, 6-ны 2-ке бөлеміз 3, 3-ке бөлеміз 1. Енді дәл сол сияқты 16-ны 2-ке бөлеміз 8 болады, 2-ке бөлеміз 4 болады, 2-ке бөлеміз 2 болады, 2-ні 2-ке бөлеміз 1 болады. Осы жерде жаңа айтып кеткенімізде біз жай көбейткіштерге жіктеуіміз керек, яғни жай сан болу керек. Мысалы мен 12 ол 4-ке бөлінеді, бірақ ол жерге 4 жазуға болмайды мына қатарға, өйткені ол жерде жай сандар болу керек. Ал 4 біз алдыңғы сабақтан білетінімізде ол жай сан емес, құрама сан. Яғни енді осы жерде екеуінде де ортақ көбейткіштер қандай? Мұнда 2-ден 2 бар, 3-тен 1 бар. Мұнда 2-ден 4 бар. Енді алғашқы 1 мен 2, бірінші мен екінші 2-ні алып, ортақ көбейткіш ретінде санауға болады. Өйткені мұнда да 2 бар, мұнда да 2 бар. Енді мұнда 4 бар, бірақ мұнда біз осындай кезде азын аламыз. Өйткені азы екеуіне де ортақ. Түсіндіңіздер ғой? Андай сияқты ғой, мысалы, екі бала ортаға ақша шығаратын болса, сізде 200 теңге бар, басқа балада 50 теңге бар. Енді екеуіңіз бірдей ақша шығаратын болсаңыздар, 50 теңгеден шығарасыздар ғой, Енді бірдей қылып әділ болу үшін. Бұл жерде де дәл сол сияқты әділ болу үшін екеуі де азын қарастырамыз, то есть екеуінде де барын. Өйткені мына жақтан 3-2 шығаратын болсақ, мынау 3-2-ні шығара алмаймын, жоқ, менде брат ондай ақша жоқ дейді, сөйтіп 2-2-ні береді. Так, түсінікті болды деймін. Енді ең кіші ортақ еселік деген нені қарастырайық? Бұл жердегі еселікке дәл жаңа 12 мен 16-ны қарастырсақ болады. Енді 12-нің еселіктері, яғни ересек деп айтатын едік қой, алдыңғы сабақтан. Сонда 12-нің еселік сандары ол 12, 24, 36, 48, 60 деп кете береді шексізге дейін. 16-нікі де тура солай, 16, 32, 48, 64, 80, 96 деп тоже кете береді. Енді осы жерде бізге екеуіне де ортақ еселіктері қандай? Ол 48 және 96, Бірақ бізге осы жерде кілт сөз қандай? Ключевой сөз, ол ең кішісі керек. Екеуінде де бар. Ол 48 екен. Демек, 12-ге де 16-ға да бөлінетін ең кіші ортақ ересегі, еселігі, ол бізде 48 болады. Енді оны математикалық жолы қандай? Тура жаңағыдай жіктейміз. Көбейткіштерге 12-ні 2, 2, 3 деп жіктедік, ал 16-ны 2, 2, 2, 2 деп 4, 2. Енді осы жерде біз 16-ны қайсысы үлкен? 16 ғой, 16-ның несін жазып аламын? Жаңағы көбейткіштерін жазып аламын. 2, 2, 2. Және мына жақтан осыған жетіспейтін берем. Қандай мына қатарда жетіспей тұр бұл қатарға? 2, 2 бар мұнда.
бір үш жоқ. Демек 4-2-ның көбейтіндісін аламын да 3-ке көбейтіп жіберемін. Сол кезде менде 48 шығады. Тағы да бір басқа сандар көрейік, сіздерге түсініктірек болу үшін. 24 пен 30-дікін көрейік. 24-ті бірінші жіктеп шығамыз. 2-ке бөлем 12, 2-ке бөлем 6, 2-ке бөлем 3, 3-ке бөлем 1. Яғни 3, 2 және 1, 3. Ал 30-дікін қарастыратын болсақ, 2-ке бөлем 15, 3-ке бөлем 5, 5-ті 5-ке бөлем 1. Яғни 2, 3, 5. Енді үлкен сан қайсы? 30, Неге үлкен сандыкін жазамыз? Өйткені үлкен сандыкін жазған кезде біз мынаған қосымша жазатын сандарымыз азырақ болады мына қатардан. Сол үшін ғана. Сонда 30-дың көбейткіштерін жазам, 2 көбейту 3 көбейту 5. Енді мына жақта бар, бірақ мына жақта жоқ. Қандай сандар? Бұл жерде 2-де бар, 3-те бар, Енді бірақ 2-нің мұнда 3-еуі бар ғой бізде. А мұнда 1-ақ тұр. Демек 2-2-ні қосымша жазам. Яғни еселігін табатын кезде біз жетіспейтінін жазамыз қосымша. Демек тағы да 2-2-ні жазатын болсақ, онда 2 көбейту 3 көбейту 5 көбейту 2 және көбейту 2. Сонда 120 болады екен. Ең кіші ортақ еселігі.